Қайырлы күн баршаңызға. Біз бүгін номер 1 Заречный жалпы білім беретін мектебі, келешек мектебінде өзіміздің алғашқы подкастымызды түсіретін боламыз. Яғни ол подкасттың тақырыбы жас маман мен тәлімгердің кәсіби кездесуіне бағытталған. Баршаңыз білесіздер, жас маман ең алғашқыда мектепке жұмысқа тұрған кезде өзінің қиыншылықтарына тап болады, яғни бағыт-бағдар алу қиын. Сол себепті үкімет тарапынан әр жас маманға тәлімгерден бекітіледі. Бүгінгі подкастымыздың қонақтары жас маман Мырзабаева Жансая Мергентайқызы және оның тәлімгері Шекерова Баян Қосылбайқызы. Қош келдіңіздер деймін. Ең алғашқы сұрағым жас маман Жансая Мергентайқызына. Жалпы мектепке алғаш келген кездегі әсеріңіз қандай болды? Сұрағыңызға рахмет. Мектепке алғаш келгендегі әсерім қобалжу, қорқыныш, бір жағынан іште қуаныш сезімі де болды. Себебі бала кезіндегі арманының табалдырығына бір қадам аттағандай сезімде болдым. Неге мұғалім болуды таңдадыңыз? Себебі мектеп кезде өзіме үлгі тұтатын ұстаздарым болды. Солардың іс-әрекеттеріне, балалармен араласуларына қарай мен өзімнің бойымнан ұстаздық қасиеттерді көре білдім деп ойлаймын. Одан кейін барып, енді кішкентай кезімізде ойын ойнадық, ойын кезінде ұстаз болып ойнап бастаған едім. Сол кезден бастап арманым ретінде қалыптасып кетті. Яғни сіздің мұғалім болуыңызға бала кезіңіздегі арманыңыз түрткі болды, иә? Иә, арманым түрткі болды. Негізі қазақ айтады ғой, бір нәрсені бастау қиын, сосын тастау қиын дейді. Жалпы енді осы жұмысқа басына келген кезде ең қызық сәттер және ең қиын сәттер қандай болды? Ең қызықты сәттер ол балалармен алғаш кездесіп, олармен қарым-қатынас жасауым болған шығар. Ал ең қиын сәті ол қағаз, ең басты қағаз. Маған балалармен жұмыс жасау оңай, қызықты, әсерлі болса, ал қағаз жағынан менде бастапқыда қиындықтар болды. Жалпы мектепке кірдіңіз, жас маман болып келдіңіз. Енді мұғалімнің басты міндеті ол дұрыс сабақ беру, тиянақты сабақ беру деген сөз, иә? Енді алғашқы сабағыңыз қалай өтті? Алғаш сабағымды жоспарлау кезінде ең бірінші өзіміз практика жүзінде үйреніп келдік, бірақ бұл жаққа келген кезде өзгешелік болды. Өйткені барлық сынып өзіне қатысты болды, өзін өткізесің. Сол кезде тәлімгерім Шекерова Баян Қосылбаевнадан ең алғаш жоспарлау бойынша көмек алдым. Осы кісімен жоспарлап, алғашқы сабағымды өткізіп бастадым. Енді осы жерде Баян Қосылбайқызына сұрақ қойып тұр. Жалпы тәлімгер болу қаншалықты қиын? Жалпы бұндай шешімді қалай қабылдадыңыз? Тәжірибемді тәлімгерлік деген аттың өзі үлкен атауы ғой. Ол кез келген педагогке дарын бермейтін мамандық деп ойлаймын. Мамандық енді сол себептен тәжірибемді бөлісіп, жас мамандардың өсуіне үлкен үлес қосуым. Бұл да бір менің ұстаздық жолдағы бір жетістігімнің бір баспалдағы деп білемін. Әрине енді өзіме кезінде көрсетілген жаңағы қолдауларды қазіргі таңда мысалға тәлімгер бола отырып соны түсіндім. Яғни кезінде өзім жас маман болған кезде қандай қиыншылықтар болды жаңағы ұстаздық жолда. Сол қиыншылықтардың жолынан шығу мақсатында мен тәлімгеріне сол бағытта жұмыс жасауға үнемі бағдар беріп отырмын. Енді қиындық демекші, осы жас маманға ең бірінші келген кезде қиындықтар жайлы айтып берсеңіз, қандай қиындықтарға кезігеді жас мамандар? Әрине мектеп табалдырығын аттаған кезде алдында 20-25-30 бала отырған кезде ең бірінші мен бұл оқушылармен қалай жұмыс жасайын деген жас маманда сұрақ болады. Одан бұрын оның жаңағы күнделікті сабаққа дайындығы. Әрине ол ауызша дайындалмайды, қағаз жүзінде күнделікті сабағына жоспарлау, әр сабағының жоспарын, кезеңдерін, уақытымен, регламенттерін сақтау және сонымен қатар ол жас маманға үшті одақ ата-ана бар қазіргі таңда. Әрине бұл жас маман үшін алғашқы ұстаздық жолда бұл үшеуі үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сол себептен қиындық деп отырсыз ғой, иә? Сол бағытта қалай жұмыс жасау керектігі туралы алғашқы оқу жылының басында менің Жансая Мергентайқызымен көп әңгіме жүргізілді. Яғни осы қиындықтар кездеседі, бұдан шығу жолы осындай деп мен түсіндіріп айтқан болатынмын. Қазір сіздің белгілі бір бағдарыңызбен дұрыс келе жатыр деп ойлайсыз ба? Әрине, иә. Әуел баста өзі айтып отырғандай, мен бала кезімде ұстаздықты қаладым деп отыр ғой.
яғни баланың қанатын осы мен ұстаздық жолға келген кезде өзі ұстаз болатын баланың өзі бет айнасынан көресің. Осы мынау мұғалім бола алады екен деген сияқты. Мен бірден бұл баланың өзінің жүріс тұрысынан, мұғалімдік жаңағы өзінің ұстауынан, жаңағы өзінің мәдениеттілігінен, мұғалімдік некелетті сақтауынан өзі бірден көрінеді. Кез келген жас маман. Сол себептен кез келген тәлімгердің айтылған жұмысына ұқыпты қарап, уақытында орындар, өзіне не керек емес, жаңағы оң мен солды ажырата білетін жас маман екені бірден көрінді. Сол себептен бұл менің ойымша, енді міне қазір бірінші жартыжылдық, екінші тоқсаны ғой, бірінші тоқсанның басында тіпті қиын болды деп айта алмаймын. Бұл бала жас маман. Бала деп айтпай-ақ қой, жас маман педагог қой. Айтып қойыңыз бала деп өзі. Енді жас маман. Бірден бірінші тоқсан бойы бірден еріп кетті деп айта аламын. Өзіміздің қатарлас кәдімгі жұмыс жасай алатын өзі бір ақпарат. Өзі оқу кезінде де айтып отыр ғой, мен практикада теория жүзінде танысам, қазіргі таңда соны ары қарай алып кету мен үшін оңай қиын болған жоқ деп отыр. Сөйтіп ешқандай қиындық тудырмайды, мен жас маманым деп айтып қояйын. Енді сіздің айтуыңызша осы қанша 3 ай ішінде ол өзін жақсы жағынан көрсете білді, жан-жақты болып көрсетті. Атап айтып кетуге болады негізі. Мәселені айтатын болсақ, алдында мұғалім өзін де дамыту керек қой, және алдында отырған оқушыларын да дамыту керек. Бұл екі жақты алып жүрген ұстаздан мықты мұғалім шығады негізі. Мысалы, атап айтатын алтын тұғыр олимпиадасы мұғалімдерге арналған аудандық деңгейде мысалы орын алып келді. Бұл да бұл мұғалім үшін өзінің жаңағы жеке пәндік қабілетін дамыту дейді ғой. Бұл да ол үшін бірінші тоқсан бойы үлкен жетістік. Және сонымен қатар оқушыларында жаңағы олимпиадаларға қатыстырып жатыр, мектепшілік, аудандық деңгейде қатыстырып жатыр, жүлделі орындарға ие болып жатыр. Бұл да мен ойлаймын, оның жаңағы Жансая Мергентайқызының ұстаздық жолдағы жаңағы табандылықпен еңбек етіп, өзін алға жетелеп отырған еңбегінің арқасында деп ойлаймын. Әрине біз тәлімгер деген бағыт-бағдар беруші ұстаз ретінде танымыз. Жансая іште ойлатқан шығар, мен кеше мұндай құрмет көрмеген едім. Қатты мақтап отырған жақсы апай деп тұрып жатқан жоқ па? Жұмыс жасайды, әдемі жасайды. 5 минут бойы сізді өзіңіздің тәлімгеріңіз әдемі мақтап жатыр. Осы 3 айдың ішінде қыруар жұмыстар атқарды. Менің осындай жас маманы барыма мен қатты қуаныштымын деп жатыр. Енді сіздің тарапыңыздан қандай жылы сөздер айтылмақ, қандай қолдау көрсетті сізге Баян Қосылбайқызы? Баян Қосылбайқызы ең әуелі моральдық және психологиялық тұрғыда, өйткені менде бір нәрсені жасай алмасам, менде паника басталып кетеді. Баян апайға барсам, Баян апай осылай деп түсіндіріп жібереді. Одан кейін асықпа, өз уақытымен болады. Тек қана қағаздарды уақытылы тапсырып, уақытылы жасап отырсаң, сенде ешқандай қиындықтар болмайды деп өзінің қолдауын көрсетеді, өзінің жұмыс жоспарларын көрсетіп, қандай папкалар қажет екенін барлығын көрсетіп, осыған ұқсастырып жаса, қарап көр, егер түсінбеген жерлерім болса сұра, кез келген уақытта жауап бере алам деген секілді өзінің ерекше қолдауларын білдірді. Енді осы орайда мен сіздей жас маманы бар, осындай тәлімгер бақытты, осындай тәлімгері бар, сіздей жас маман бақытты деп ойлаймын. Енді баршамызға аян, әр нәрсені бастар кезде өзінің қиыншылықтары болады. Сол қиыншылықтардан жастар қателіктер жасайды. Жастық шақ сол үшін берілген. Енді бірақ сол қателіктерден адам сабақ ала білу керек. Сіз қандай сабақ алдым деп ойлайсыз сол қателіктерден? Сол қателіктерден жасамау, яғни ұстаз болып аяқ бастық мектеп табалдырығынан, содан кейін бастап уже қателік жасаудан аулақ болу, яғни ол бір қателік бір баланың өмірін шешуі мүмкін деген секілді. Ең бастапқы мендегі қиыншылықтар, қателіктер, ол сабақ жоспарлаған кезде уақыттың дұрыс қойылмауы, регламенттің сақталмауы, одан кейін балаларды бағалау кезінде оларға бастапқысында мен өзім бағалап жүрдім. Мен байқаған жоқпын, балалар өз-өздерін бағалауы олар үшін маңызды, олар үшін ерекше екенін, уақыт өте келе тәлімгердің сабағыма кіргеннен кейін барып қана сол қателіктерді түзеп, соған баса көңіл аударуға тырысып жүрмін. Яғни осы ретте бір сөз есіме түсіп кетеді.
яғни адам әлемді өзгерткісі келсе бірінші өзінен бастау керек. Яғни сол себепті адам мысалы бір қателіктер жасаған кезде ол кезде өзін кінәлау керек та, мен қандай қателік жібердім, қандай жерден мысалы қалыс кеттім деген сияқты. Яғни сіз сол қателіктерден жақсы сабақ алдыңыз деп ойлаймын, себебі жаныңызда осындай тәжірибелі тәлімгеріңіз бар кезде. Енді сол тәжірибелі тәлімгеріңізге осы орайда сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз басында айтып өттіңіз, мен жас маман болып келген кезде маған қолдау көрсеткен жандар болды деп. Енді сіз қандай қиындықтар болды осы мектеп табалдырығын енді аттаған кезде? Мен енді 17 жыл ұстаздық қызмет атқарып келе жатырмын жалпы. Бірақ қазіргі таңмен салыстырмалы түрде айта аламын. Қазіргі жас мамандар бақытты. Біз сол 2008 жылдан бастап, мысалы мен ол кезде компьютердің басталып жатқан заманы ғой, 2002-ден басталды, принтерда бәрі де бар. Бірақ дегенмен кез келген адамда принтер, кез келген адамда компьютер бола бермейді. Сол себептен өз басымда менде компьютерда болған жоқ, менде принтерда болған жоқ. Кәдімгідей қағазбен плакат алып, сурет салып, менің алғашқы сабақтарды солай өткен болатын. Кәдімгі үлестірмелі қима карточкалардың өзін осындай A4 қағазына қиям, каждый фломастермен жазам. Оған кәдімгі компьютермен қазір бақытты ғой, жас мамандар рамка жасайды. Мен оны фломастермен сыздым, сызғышпен сыздым, суретін де салам. Менің бүкіл алғашқы сол 5 жылдағы жас маман болсам да, алғашқы менің сабақтарымның барлығы өзімнің қолымнан шыққан көрнекіліктер болды. Мысалы, сол материалдық жағынан сол қиын болды деп айта алатын шығар мен де. Өйткені оның барлығы сол кездері мен үшін уақыт тапшы болды. Өйткені мен күнде келесі күнгі сабаққа дайындалу үшін кәдімгідей 5-6 сағатында түнгі 3-те ұйықтайтын болдым. Кей кездері ашық сабақ болатын күндері тіпті ұйықтамайтын күнде болды. Осындай қиындықтар кездесті. Ал енді тәлімгерім болды ғой, менің де тәлімгерім болды. Ол кісілердің де үлкен қолдау көрсетілді. Сол кісілердің арқасында шығар қазір табанды ұстаз болып отырғандардың, өйткені оның солды жаңағы маған үйрете білгендерін сол кісілерден үлкен алғысымды айта аламын деп аяқтаймын. Негізі осындай қиындықтар кездесті. Қазір жас мамандар бақытты, барлығы техника дайын, жиі десе жиі бар, компьютер десе компьютер бар, тек жұмыс істе болды, одан басқа ешнәрсе керек емес. Сізге ешқандай сұрақ қойғым келген жоқ сияқты, өйткені мен ішіндегі туындаған сұрақтардың жауабын сіз айтып қойып жатсыз да. Жаңа тәлімгеріңіз сөз арасында жұмыс өтілім 17 жыл деді. Енді сіздің жұмыс істеп келе жатқаныңызға 3 ай болды не бар ғана. Енді сіз өзіңізді 17 жылдан кейін қандай мұғалім болып елестесіз? Баян Қосыбаевна секілді талантты, дарынды, шыдамды, төзімді, әр нәрсені уақытылы істеп, уақыт үнемдеу, бір жағынан өзінің жеке өмірімен де үлгеретіндей, өз-өзіме көңіл бөліп те және балалармен жұмыс жасап, олардың жетістіктерін көре отырып, еңбек өтілімді жалғастырамын деп ойлаймын. Енді сіз Баян Қосылбайқызының қазіргі жас мамандар бақытты деген сөзімен келісесіз бе? Әрине, тәлімгерімнің айтқан сөзімен келісемін. Себебі бізде барлығы қолжетімді, барлығы бар, жасалған, тек қана бізге жұмыс істеу және уақыт тауып жұмыс істеу оған. Және де жаңадан ашылып жатқан интеллектілерді пайдалану, оларды оқу және оны сабаққа білікті түрде қатыстыру. Қосу сабақ. Енді сөздеріңізден байқасам, осы небәрі 3 айдың жүзінде қыруар жұмыстар атқарылған секілді. Себебі дәл осындай қыруар жұмыстар атқарылмаса, мына подкастымыз толыққанды болмас еді деп ойлаймын. Енді сіздердің бірлесе атқарған жұмыстарыңыздың арқасында жас маман мектебімізге үйреніп келе жатыр. Дегенмен енді әр істі жасар кезде адамда жоспар болады. Енді алдағы уақытқа қандай жоспарларыңыз бар? Әрине, менің тәлімгерлік ретіндегі алғашқы жұмысымның нәтижесі ол тәлім алушының ұстаздық жолдағы өзінің жұмыс нәтижесін көрсету ғой. Сол себептен арнайы жоспар құрылады. 1 жылға және алғашқы 3 жылға құрылады тәлімгердің жұмыс жасау. Сол себептен бұл кісінің Жансая Мезгентайқызына құрылған жоспар өзінің ұстаздық жолдағы педагог ретінде кәсіби деңгейін дамыту, яғни бұл жерде өзінің
түрлі шараларға қатысу, жаңа шығармашылық бағытта, оқу бағытында, мектеп ішіндегі аудандық, облыстық, республика деңгейіне дейін осы 3 жыл ішінде қатыстырып, барлық өзінің кәсіби деңгейін дамыту. Ал енді ұстаздық жолдағы алдында отырған балаларының жаңағы екеумізге де ортақ, яғни алдымызда отырған балалардың білім деңгейлерін жақсарту, сапасын көтеру, бұл барлық ұстаздарға қойылатын талаптың бірі. Ең бірінші кәсіби дамудан бұрын әрине ол бірінші талап бізде оқушының, білім алушылардың жақсы нәтиже көрсету. Соған қарай балаларға білім беруде жақсы нәтиже көрсету мақсатында біз осы жоспарға жиыне отырып жұмыс жасаймыз. Оның ішінде жаңағы өзі айтып отқандай дарынды балалармен жұмыс жасату, үлгерімі төмен балалармен жұмыс жасату, дарынды балаларды жаңағы өзінің тәлім алушы өзінің қалай кәсіби дамытып жатыр, дәл солай алдында отырған оқушыларында мектепшілік аудан, облыс, республика деңгейіне дейін шығарса, ол әрине тәлім алушының өзінің бір ұстаздық жолдағы бір жұмысының нәтижесі деп білемін. Негізі жоспар құрылған, сол жоспар жүйесінде қазіргі таңда айтып өттім, жаңа сөзімнің басында айтып өттім ғой, осы алғашқы бір тоқсанда көптеген нәтиже көрсетті. Осы жұмысымыз ары қарай жалғасын табады. Жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін, алдағы жоспарларыңыз жүзеге ассын. Сіздерге осындай сұхбат бергендеріңіз үшін көп рахмет. Тәлімгер тәжірибесін бөліссе, тәлім алушы жаңа көзқарас, заманауи әдістер мен серпін әкеледі. Олар бір-бірінен тыңдаудың, өзара құрметтің және үнемі өзгеріп отыратын ортада икемді болудың маңызын үйренеді. Олай болса, біз жас маман мен тәлімгердің кәсіби кездесуі атты шығарылымымызды аяқтаймыз. Дегенмен алдағы уақытта келешек мектебімізде подкасттар өз жалғасын табады. Бізбен бірге болыңыздар.